Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айым. Мен, мына 5 теңгені ағартатын боламын. Бұл үшін керек бізге ақ қолбақ керек. И сосын вот осындай не керек. Мен ағартатын заттарды алып келейін. Мен жер ауыстырдым, өйткені ояқта басқа заттар бар. Ағартатын заттардан вот осындай зумни паста кішкентай, осындай бальзам, бұл керек емес. И потом азилет. Қолғапты не үшін алдым десеңіздер, мына қолмен тазартам, и сосын мына қолмен тиынды ұстап тұратын болам. Ең бірінші бұл 5 теңгеге зумни паста құйып аламыз. Зумни паста құйып алдық. Ал енді ұстап, әр жеріне жағамыз. Біз бұны әр жағына жағып болдық. Енді біз бұны вот осындай шықты. Сәл ғана ағардым, бірақ кірін қараңыздар. Ал енді азилет. Бірінші бізде осындай азилет сеу аламыз. Азилет сеу алдық. Енді бұны мынандаймен еземіз. Бұл немен езіп те болдық, бірақ бұда жай ғана кетті кірім. Кірі бізде осындай болды. Ал енді осындай бальзам. Біз бұл бальзамды жағып болдық. Жақтан көрсету қиын болды. Енді біз бұны мынандай емен емес, бумагамен не істейтін боламыз. Мынаны шешіп қойып. Бұл қалай шықты, қазір көрсетем. Бұл бізде істелмей жатыр, өйткені біз бұған азилет сеуіп 5 минутқа қойып қоямыз. Достар, бұл бізде іске асқанына өте қуанып тұрмын. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.